عن أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان رضي الله عنهما قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من عبد مسلم يصلي لله تعالى في كل يوم 12 ركعة تطوعا غير فريضة إلا بنى الله تعالى له بيتا في الجنة أو إلا بني له بيت في الجنة رواه مسلم أبو داود والنسائي والترمذي. Умму Хабиба Рамля Абу Суфьянның қызы, Алла ол екеуінен разы болсын, былай дейді: мен Алла елшісінің, Алланың оған салауаты мен сәлемі болсын, былай дегендігін естідім: мұсылман құлының қайсы бірі Алла үшін әр күні парыз намаздан бөлек болған 12 қосымша ракағат оқитын болса, онда Алла тағала оған жәннатта үй тұрғызады, немесе жәннатта оған үй тұрғызылады делінген. Ибн Хиббан хадисте осы мәтінге қосымша мына бір сөздерді келтіреді: 12 ракағат дегеніміз 5 намазына дейін және кейін оқылатын 4 ракағат сүннеттер, ақшам намазынан кейінгі 2 сүннет, құптан намазында оқылынатын 2 сүннет және таң намазында оқылынатын 2 сүннет делінген. Айша анамыздан, Алла одан разы болсын, Алла елшісінің, Алланың оған салауаты мен сәлемі болсын, былай деп айтқандығын келтіреді: кімде-кім 12 ракағат қосымша намазға әр күні түні берік болып, үнемі ынтамен, жігермен орындайтын болса, онда ол жәннатқа кіреді делінеді. Ол дегеніміз 5 намазы кезіндегі 4 ракағат сүннет пен 2 ракағат сүннет, одан кейін ақшам намазынан кейінгі 2 сүннет, құптан намазында оқылынатын 2 сүннет және таң намазында оқылынатын 2 сүннет деп келтіреді.